Қазақта жазылмайтын бір ауру бар. Келмейді, мінін айтсаң жақтырғысы. Тегіс тексер, сөз көрсең сыр мен сынын, түзетуге именбе, тапсаң мінін. Өз топшалауым бойынша адамның қай мінезі қасиетті болса, сол мінезі міні де болады. Мөлшерден тыс көп берілген дәрі емдеп жазбайтыны сияқты, әділдік шеңберінен шығып кеткен мінеп сынау да өз мақсатына жетпейді. Өмірде мінсіз кісі болмайды. Қызға жігіт 100% жақсы боп ешқашанда кездеспейді. Жігітті 100% жақсы ететін әйел ғана. Сондықтан қыз балалардың дап-дайын күйеуге шыға қоямын деуі қиын. Ол жігіттердің де кінәсі емес. Олардың бұл істе тәжірибелері жоқ. Келіншекті қалай алу керектігін білсе де, онымен қалай өмір сүру керектігін білмейді. Оны жүре-жүре жігітке өмір үйретеді. Білмеген мін емес, білместікке көнгенмін. Өз мініңді көруден басқаның мінін көру оңай. Өзіңнің түйедей мінін көрмей, біреудің түймедей мінін көрер. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Өзі соқыр болса да, өзгенің мінін көргіш ақ. Мінсіз жар іздеген жалғыз қалар. Ешкімде іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Көзі кеткен шындыққа ара түспеу кісіліккемін. Шырылдап жатқан әлсізге ара түспеу жігіткемін. Үйретері жоқ болса үлкендіккемін. Кешірімі жоқтық адамшылыққамын. Дана сөзін елемей, шала сөзін демесе елдіккемін. Баласынан жерсе аналыққамын. Бақа бастысын сыйламаса әйелдіккемін. Шаңырақ көтере алмаса еркектіккемін. Жасы жетпей марқайса ұлғамын. Жасы жетпей сарғайса қызғамын. Жерінен елі жерсе патша міні. Жұрты жалаңаш, өзі тоқ әкім міні. Бақ қонады ұл таңдап, қонақ қонар үй таңдап, болымы жоқ бозбала, бейнеттен қашар бұл таңдап. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан өнеге алмаған ұл жаман. Өзінің түйедей мінін көрмей, өзгенің түймедей мінін көрер, азда алмаған көптен құр қалар. Жаңа қазаққа сын ауыр тиеді, жаман қазаққа мін тәуір тиеді. Жылан өзінің иірлігін білмес, түйенің мойнын иірдер. Құрметті көрермен, арнаны қолдап, лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.